Босанғаннан кейін ішті байлау дұрыс па? Ішті байлау керек пе деген оқырманнан келген сұраққа бүгін сіздерге жауап беретін боламын. Сәлем құрметті оқырмандар, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Міндетті түрде парақшаға тіркеліп видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жазатын болсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Жалпы бұл тиктокта оқырманнан келген сұрақ. Мен прямой эфирде отырған кезде маған сұрақ қойды. 23 күн болды босанғаныма, ішімді байласам, ішім ауырады деген сұрақ қойыпты. Жалпы негізі қыздар босанғаннан кейін ішті мүлде байлауға болмайды. Қазір мен сіздерге неге екенін толық түсіндіріп беретін боламын. Қыздар, сразу осы жерде түсіндіріп кетейін. Босанғаннан кейін қалып қоятын іш бұл ни в коем случае ішіңізді байламағаннан емес. Бұл сіздің жүктілік кезінде көп артық калория қабылдап, өзіңіздің қосқан салмағыңыз, яғни өзіңіздің майыңыз. Түсіндіңіз ғой? Көпшілік жағдайда жүктілік кезінде біз аз қимылдаймыз. Ой, мен беременныймын дейміз, тағы угроза дейміз, тағы басқа дейміз. Сөйтеміз де еще еркелейміз, күйеуімізге ананы алып бер, мынаны алып бер деп көп тамақ жейміз де, бірақ оны өкінішке орай көп жүріп қорытпаймыз. Түсіндіңіздер ғой? Мысалы, физический нагрузкамен айналыспайсыздар, бассейнге бармайсыздар. Так как көп тамақ жеп аз калория кетіргендіктен, сол себептен жинаған артық салмақтарыңыз, артық майларыңыз. Көпшілік спортпен занимация ететін, жүктілік кезінде тамақты дұрыс жеп, өзінің весін бәрін бақылап отырған келіншектерде послеродовый ешқандай іш қалмайды. Жалпы біз қыз кезімізде тумаған әйелдің жатыры шамамен салмағы 50-60-70 граммдай болады. Босанған әйелдерде примерно, екі қабат емес кезде. Шамамен көлемі мінекей жатырдың осындай ғана болады. Бір жұдырықтай. Әркімнің жатыры өзінің жұдырығымен бірдей. Енді сіз жүкті болған кезіңізде осы жатыр көлемі бала өскен сайын оның көлемі де ұлғая береді. Жатыр бізде бұлшықетті орган. Яғни ол шар сияқты үріліп ісіледі. Енді осының көлемі ұлғайып, жатырдың жүктіліктің соңына қарай жатырдың салмағы шамамен 1 килограммға дейін барады. Көбінше қыздар босанғаннан кейін әлі екі қабат сияқты іші мынандай болып шығып тұрады. Содан кейін әсіресе бірінші босанған әйелдер көбінше қорқады. Ойбай, менің ішім қалып кете ма осылай, мен как будто бір ішімде тағы бала бар сияқты, неге менің ішім кішіреймейді деген сияқты сұрақ туады. Енді қараңыздар, жатыры 1 килограмм болған жатыр босана салып, бірден жаңағы ішіндегі бала шығып, судың бәрі шыққаннан кейін ол жиырылады. Но ол до конца өзінің 50 граммдық состояниесіне қайта келмейді. Мысалы, босанғаннан кейін шамамен 700 граммдай жатыр әлі салмағы бар. Сол себепті іштеріңіз шығып тұратын себеп бұл жатыр. Енді сіздер егерде оның бәрін байлап, босанғаннан кейін сразу егер байлап қысып тастайтын болсаңыздар, жатыр өзі, неке байқасаңыздар, мынандай байламдарда, мынау жатырдың түтігі мынандай байламдарда ілулі тұр. Енді сіз егерде мынау үлкен болып тұрған жатырды алдынан қысып байлап тастайтын болсаңыздар, бұны төмен қарай түсіресіздер жатырды. Сөйтеді неке жатырдың мойны қынап, төмен қарай түсіп кетеді. Осыдан кейін қыздар опущение деген проблема пайда болады. Не үшін босанғаннан кейін қыздарда, әйелдерде көбінше опущение? Бұл босанғаннан кейінгі күтімнің дұрыс болмауында. Түсінікті ғой, 40 күнге дейін ешқандай ішті байламаймыз. Себебі сіз ішіңізді байлау арқылы бүкіл органдарыңызды төмен қарай түсіріп жібересіз. Енді қынап жатыр өзінің ақырын бұлшықет кішірейіп өзінің қалпына 40 күнде келеді. Яғни әр жиырылған сайын, мысалы босанғаннан кейін бізде 40 күнге дейін қан келеді, әртүрлі лохи дейді. Осы, яғни жатыр әр жиырылған сайын оның әрбір тамыры жиырыла береді. Сол жиырылған сайын іштегі үйіп қалған қандар сол астымызда қынап арқылы шығып отырады. Яғни біз 40 күнде жүктіліктен кейін тазарамыз. Енді босанғаннан кейін қыздар негізі жалпы бұлшықеттердің бәрі қайта қалпына келу уақыты бұл 4 ай мен 6 айдың аралығында. Яғни бүкіл өзгерістер бәрі қайта қалпына, өзіңіздің жүктілікке дейінгі қалпыңызға бұл 4-6 айдың ішінде келеді. Сол себепті босанғаннан кейін қыздар, егер де сіздерде операция болатын болса, онда операцияға арналған послеродовый кесаревадан кейінгі арнайы бандаждар бар. Оны аптекалардан немесе жүкті әйелдерге арналған заттар сататын магазиндер бар ғой, сол жерден сатып алсаңыздар болады. Ол кесаревадан кейін не үшін бандаж кию керек?
послеродовый кесаревадан кейінгі бандажды кию себебі көпшілік жағдайда жаңағы үлкен толық қыздарда жаңағы іштің алдыңғы қабатында фартук болады. Сол фартукты жаңағы шовтың орнын жауып, сол жердегі шовтың заживлениесіне кедергі жасамау үшін, сол көтеріп ашық болып тез шов жазылу үшін бізде кесаревадан кейін бандаж кигізеді. Бірақ оны арнайы дәрігердің рұқсатымен, нұсқауымен солай ғана кию керексіздер. Босанғаннан кейінгі қыздарға бүгінгі тақырып қызықты болды деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Бұдан кейін іштеріңізді үйге бара салып сразу байлаушы болмаңыздар. Сіздермен бірге болған акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Егер де қосымша қандай да бір тақырыпта видео шығарғанымды қаласаңыздар, осы видеоның астына комментарийға жазатын болсаңыздар, келесі видеоларды сол тақырыпта шығаратын боламын. Келесі видеода жолыққанша.